Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ләззат бүгін керемет кешкі ас дайындайтын боламыз. Ең алдымен төс етімізді турап, оған тәтті бұрышымызды, жуанымызды қосып, толықтай бір келкі фарш дайындайтын боламыз. Мінекей дайын болған фаршымызды толықтай ұрғылап шығатын боламыз. Қыздар, егерде толықтай осылай істеп алсақ, фаршымыз қуыру барысында бір-бірінен ажырап кетпейтін болады. Келесі кезекте сковородкамызды қыздырып, сары майымызды толықтай ерітіп алатын боламыз. Қолымызды су маймен шамалы майлап алғаннан кейін формаға келтіріп, шпажкамызға орнататын боламыз. Енді келесі кезекте сковородкамызға орналастырып, барлығы жағын қызартып қуырып аламыз. Біздің таяқшаларымыз да дайын болды. Келесі кезекте көкөністерімізді, картоп барлығын бір келкі етіп турайтын боламыз. Укроп, су май, дәмдеуіштерімізді қосып, толықтай бір келкі етіп араластырамыз. Келесі кезекте духовкамыздың табағына барлығын орналастырып, 40 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей керемет кешкі асымыз дайын болды. Сіздермен болған ләззат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, ас болсын.